Мемлекеттік сыйлықтың иегері ақын Тұманбай Молдағалиев 1935 жылы 20 наурызда Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Жарсу ауылында дүниеге келді. 1956 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін тәмамдаған. Еңбек жолын Лениншіл жас газеті мен Пионер журналында әдеби қызметкер болудан бастайды. 1959-71 жылдары жазушы баспасында аға редактор қызметін атқарады. 1971 жылдан бастап 73 жылға дейін Балдырған журналында жауапты хатшы. 1973-84 жылдар аралығында Жалын журналының бас редакторы. 1984 жылы Қазақстан жазушылар одағы басқармасының хатшысы. 86-2011 жылдар аралығында, яғни өмірінің соңына дейін Балдырған журналының бас редакторы қызметтерін атқарады. Тұманбай Молдағалиев қазақ әдебиетіне жастықтың, махаббаттың жыршысы болып келді. Талантты жастың ақындық өнері Мұхтар Әуезов, Әбділда Тәжібаев, Сағи Жиенбаев, Сырбай Мәуленов сынды алыптардың назарына іліккен. 50-ші жылдардың орта кезінде баспасөз беттерінде жарияланған алғашқы өлеңдерінен ақ Тұманбай аға әдебиет сүйер қауымды өзіне баурап алды. Бұның себебі айдыны кең ақын адам сезімін, оның көңіл күйін, жастықтың құпия сырын шынайы бейнелей білуінде еді. Ол қазақ әдебиетінің көкжиегін кеңейтіп, нақтырақ айтқанда қазақ поэзиясын, қазақ лирикасын байытты.